айтады, о 25-30-дан бастап ішу керек дейді негізі. Егер де сізде дефицит болып келсе, мысалға, қанша жыл дефицит болып келсе, онда одан да көп ішкен абзал дейді. Өйткені коллаген ең бірінші сүйектің кем-кетігін турлайды дейді. Одан кейін барып бұлшық ет, одан кейін барып сустав, одан кейін барып бүкіл қан тамырларыңызды турлайды, одан кейін барып теріге, шашқа барады дейді. 300 мың миллиграмм дегеніміз мынаның 2 коробкасы. 300 мың миллиграмм. Мүмкіндігінше 4-3 коробка ішкен жақсы дейді бір адамға. Бір жылда ма? Сол бір сезонда, бір жылдың көлемінде, сол немесе көктемде, немесе күзде, немесе қыста әйтеуір бір шығатын болсаңыз, соның өзі бір сезоныңызға сізге жеткілікті. Енді профилактикалық дозада. Әрине, қалтаңыз көтеріп жатса, 2 сезон ішсеңіз де болады. Сол кезде сізде бүкіл адамдағы дефицит нәрселердің бәрі толығады екен. Түсінікті? Және де бұның ішінде бана селен бар. Селен ол қалқанша емес. Қалқанға қажет. Бұның ішінде цинк бар. Цинк деген не ол? Еркісіге керек нәрсе. Тестостерон керек нәрсе. Ол да бар. Бұның ішінде жаңағы гиалуроновая кислота, витамин В1, В6, В12 деген нәрселер бар. То есть бүкіл қажетті ингредиенттердің барлығы, самый главный, жидкий и пептидный майда шабақтарда жасалған коллаген. Сиырдық емес, шошқаныкі емес, өсімдіктік емес, балықтікі и балықтың ішіндегі ірі балық емес, майда шабақтарда жасалған өте сапалы премиум кластағы коллагендер. Мұны біреуін ішіп, 2 күн демалсаңыз болады. Полный біреуін іштіңіз и полный 48 сағат жұмыс жасайды. Чередовать етіп ішсеңіз болады. Біреуін іштіңіз, демалдыңыз, тағы біреуін іштіңіз, демалдыңыз, солай ішсеңіз болады. Әрине, күнде ішсеңіз де болады. Күнде ішсеңіз вообще керемет болады, күшті болады. И ішкен кезде де қарап-қарап ішіп болмай, упражнениялар, бұлшық еттерді қалыптастырады, создырады, сондай упражнениямен, сумен ішетін болсаңыз, более эффектті жұмыс жасайды. И самое главное, ағзаны дайындап барып ішсеңіз, более эффектті жұмыс жасайды. Хорошо? И білесіздер ғой, коллаген деген ол белок, а белоктың қатыспайтын нәрсесі жоқ. Бүкіл ағзадағы 3-4 функцияның бәріне қатысады. Тасымалдау, питание, защита, иммунитет, бәріне де белок керек. Соның бәрі қамтамасыз етеді.